Әлемнің ең зәулім сәулет өнері, әлем сәулетшілерінің ең дара туындыларын біз сіздерге ұсынатын боламыз. Сәлем, сіздермен бірге Найма. Тадж-Махал, Индия. Бұл сарайды Әмір Темірдің ұрпағы Шахджахан өз жұбайы Мұмтаз Махалға арнап салғызған. Бұл сарайды салу үшін 20 мың өз ісінің шеберлері жұмыс жасаған. Сарай құрылысы 1632 жылы басталып, 1653 жылы аяқталған. Оның негізгі сәулетшісі Иса Мұхаммед Эфенди. Бұл ғимарат мұсылман сәулет өнерінің дара туындысы. Жеті кереметтің бірі. Құрылыс біткен соң бұл жерде Шахджахан мен оның жұбайы жерленген. Пагода Шри-Дагон, Мьянма. 98 метрлік алтынмен қапталған храм. Оның ежелгі атауы Янгона. Бұл Мьянманың ең биік құлшылыққа арналған храмы. Бұл жердің аумағы 5 километрден асып жығылады. Негізгі ғимараттан бөлек кішігірім ғимараттар өте көп. Бұл храмның негізгі ерекшелігі оның биіктігі мен ішінде адам кіретін ешқандай орынның жоқтығы. Қасиетті отбасы храмы, Барселона. Храмның құрылысы 1882 жылдан басталып, қазірге дейін жалғасып жатыр. Негізгі сәулетшісі Антонио Гауди. Каталониялық сәулетші өз өмірінің 40 жылын жұмсаған, бірақ бітіре алмай қайтыс болды. Бірақ құрылыс тоқтамады. Тек 2010 жылы ғана шіркеу ретінде жұмыс жасай бастады. Ал толық құрылыс 2026 жылда бітіру жоспарлануда. Парк Феррари World, Абу-Даби. Оның шатыры 2000 квадрат метр. Әлемдегі ғимараттың ішінде орналасқан ең үлкен технопарк. Бұл жерде әлемдегі ең мықты, ең жылдам 20 аттракцион орналасқан. F1 тәрізді аттракционның жылдамдығы 200 км сағатынан асады. Wat Rong Khong, Ақ храм, Таиландтағы ең атақты храмдардың бірі. Әлемдегі ең көрікті сәулет өнері деуге келеді. Ол өзінің тек ақ түсте екендігімен ерекшеленіп тұрады. Құрылыс 1997 жылдан бастап салына бастаған. Қазірге дейін жалғасып жатыр. Оны таиландтық суретші өз қаражатына салып жатыр. Біздің келесі видеода тағы қандай сәулет өнер туындыларын көргіңіз келеді? Төменде жазып қалдырыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.